Сәлем баршаға. Бүгін біз сіздермен шпинатты торт әзірлейтін боламыз. Бұл торт өте пайдалы және де дәмді болып шығады. Бізге тортты дайындау үшін экранда көрсетілген заттар қажет болады. Ең алдымен ұнымызға разрыхителімізді салып аламыз және де блендердің ыдысына шпинатымызды, оның үстіне сұйық майымызды, лимонның цедрасын және де лимонның согын салып, жақсылап бір келкі болғанша блендермен езгілеп аламыз. Бізде лимонның согы, цедрасы және де сұйық май шпинаттың түсін өзгеріп кетпесін, яғни жап-жасыл болып тұруын қамтамасыз етеді. Жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, осылай өзінен 2-3 есе ұлғайып әппақ ұлпа болғанша жақсылап миксермен көпіртетін боламыз. Үстінен шпинатты массамызды салып, тағы да миксердің көмегімен араластырып аламыз. Ұнымызды елеуіштің көмегімен 2-3 бөлікке бөліп массамызға саламыз. Міндетті түрде електен өткізгендеріңіз маңызды. Дайын болған бисквитіміздің қамырын 2 бөлікке теңдей етіп осылай бөліп аламыз. Духовкамызды бұл уақытта алдын ала 180 градусқа қыздырып алуымыз тиіс. Менде осылай форманың астына фольга төсеп, осылай 25 минутқа духовкаға қалдырып пісіріп аламыз. Формадан міндетті түрде суыған соң шешіп аламыз. Көріп тұрғандарыңызда өте жұмсақ. Және де целлофан пакетке, не болмаса пищевой пленкаға орап, міндетті түрде 5-6 сағатқа тоңазытқышқа, не болмаса бөлме температурасына қалдыратын боламыз. Кремімізді дайындап бастаймыз. Ең алдымен қант ұнтағын және де творожный сырды салып, миксердің көмегімен бір келкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Үстінен 33% салқын сливкиімізді құйып, яғни клегейімізді құйып, крем болғанша миксердің орташа жылдамдығында араластыратын боламыз. Клегейіміз бізде міндетті түрде салқын болуы қажет, яғни кемінде 7-8 сағат тоңазытқышта тұруы керек. Сонда біздің креміміз өте плотный, яғни қатты болып шығады. Креміміз дайын болған соң, оны міндетті түрде осылай күрекшенің көмегімен ауасы шығып кеткенше жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің бисквиттеріміз дайын, өте жұмсақ және де сулы болып шығады. Осылай бетінде корочкасын алып тастаймыз. Пышақтың көмегімен жан-жанын осылай кесіп, мінекей жіптің көмегімен теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Бетін біз үстін безендіруге қолданамыз. Шеттерін осылай кесеміз және де жіпті осылай кіргіземіз. Бір-біріне қарама-қарсы қойып тартсақ, осындай бізде бисквиттер теңдей бөліктерге бөлінеді. Пропиткасына сүт қолдандым және де ацетатный пленкамен осындай кольцоның көмегімен тортты жинап бастаймыз. Осы карто безетінің көмегімен басатын болсақ, бізде кремімізде жарықтар пайда болмайды, яғни корж бен кремнің арасында ауа қалмауы керек. Осылайша жинауды жалғастырамыз. Мен кремді 4 бөлікке бөліп алдым, яғни ортадағы 3 коржға және де бетін креммен қаптауға. Басқа крем қолданған жоқпын. Осы ортасына дайындаған кремді сыртына да пайдалануға жақтым. Осылай пленканың көмегімен бетін жауып,
тоңазытқышқа жоқ дегенде 6 сағатқа не болмаса бір түнге қалдырамыз. Мінекей біздің тортымыз дайын. Әрлеу өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша астарыңыз дәмді болсын, жақындарыңызды осындай тәттілермен қуантыңыздар.